Не үшін температураны парацетамолмен басуға болмайды? Өйткені біздің организмімізде температура ол қорғаныс қызметін атқаратын өте үлкен функциясы болып табылады. Егер біз өзіміздің қорғаныс функциямызды жасанды жарпонижающий препараттармен басып тастайтын болсақ, онда организмнің иммунитеті әлсірей бастайды. Яғни біздің организмімізге сырттан түсетін вирустар, бактериялар, бұлардың барлығы көбейген кезде организмде соларды жою үшін бізден қатты ысу процесі, яғни температураның көтерілу процесі жүзеге асады. Сол кезде оларды минималды түрде залалсыздандыру үшін біз температурамыз көтеріледі. Біз не үшін парацетамолмен баспаймыз? Өйткені парацетамол препараты ол өте токсичный препарат болып табылады. Бауырдың жұмысына кері әсерін тигізеді. Оның дозировкасын көбірек қолданған кезде ол даже өлім жағдайдан дейін алып келетін қаупі өте жоғары. Сондықтан температура көтерілген кезде керісінше біз қуануымыз керек. Яғни біздің иммунитетіміз көтеріліп жатқанына, сырттан келіп жатқан вирустарға, бактерияларға организмнің қарсы күресіп жатқаны үшін біз қуануымыз керек және оған поддержка жасауымыз керек. Ол үшін тек қана көбірек су ішсеңіз және де қосымша витамин С-ға бай өнімдерді қолдансаңыз болады. Мысалы, клюквадан морс істеп ішуге болады. Болмаса тминнің дәнін шайнауға болады және көбірек жылы су ішуге тырысу керек.